ең бірінші проектті ашқаннан кейін не істеу керек? Проектті сақтауымыз керек. Ол үшін Ctrl+S сақтау, керекті клавиш арқылы, немесе файл, save, project. Осы проектті біздің Reaper курстың ішіне сақтайық. Немесе өзіңіздің қалаған жеріңізге сақтасаңыз болады. Ол үшін оң жақ бетін басып мышканың New Folder, яғни новая папка. Бұл жерден қалаған есімімізді беріп, мысалға бірінші project жазғанымызды Ctrl+C мен көшіріп аламыз, және сол папканың ішіне кіреміз. Файл name'ға Ctrl+V басамыз, және save. Тағы да бұл жерде галочкалар қоюға болады, бірақ менде тұрған галочка тұра берсін. Не үшін? Copy all media into project directory. Сіздің sample пакыңыз бар, сол sample пак, яғни папкаңыздың ішіндегі sample-дар осы проекттің папкасына келіп түседі. Ал егер сіздер move all media into project directory таңдайтын болсаңыздар, ол кезде сіздің sample папкаңыздегі бүкіл таңдаған sample-деріңіздің бәрін көшіріп осы папкаға әкеліп қояды. Менің кеңесім, яғни әрқашан copy all media into project directory сол бөлікте галочка тұру керек. Содан кейін save басамыз. Біздің проект сақталды.